Көк шөпті жұлма. Бір аңыздарда Нұх пайғамбар қазғұртқа тоқтағанда оның қауымында 40 адам болған екен деседі. Оның ішінде 5 жасар баласы бар бір әйел болыпты. Баласының аты Көк екен. Нұх қауымына жердің қарасы көрініп келеді. Балауса шөп енді өсіп жетіледі. Жаңа шыққан өсімдікті жұлмаңдар деп ескертеді. Ақылсыз бала оның насихатын құлаққа ілмейді. Ол жаңа гүлдеген шөптерді бей-берекет жұлып ойнапты. Тұқым шашуға жақын қалған әдемі гүлдердің наласы ұрса керек, сол күні түнде бала науқас тартып жатып қалады. Таңға жетпей жан тапсырады. Артынша ызғар жел тұрып, күн қатты суып кетеді. 40 адамның бәрі әртүрлі аурудан ажал құшады. Нұхтың 3 баласы ғана апаттан аман қалыпты. Ел ішіндегі Нұх қауымындағы 40 жан желден өлді. Бір бала тек көктей солды деген сөз осыдан қалыпты. Қазақ арасында көктемде көк шөпті жұлма, көктей соласың деген тыйым осыған орай айтылған екен деседі.